Саламатсыздар ма? Сіздермен бірге бәрін білеміз каналы. Бүгін сіздерге суретке қалай жазу жазады деген сұраққа жауап беремін. Ол үшін Фонто деген программа, Studio Шрифта деген осы екі программа өте қолайлы программа. Ал ендіше Studio Шрифта дегенді кірейік, екеуі де бірдей. Ал Фото деген анауысында шрифттер сәл көптеу. Ал енді қалған бір суретімізді таңдап алайық. Мысалға өзімнің суретімді таңдап алсам, жанындағы фондарын өзгертесіз. Окей. Ал енді мына жерге жазу жазамыз. Мысалға мына жерге бәрін білеміз. Қазір өшіріп жіберіппін. Бәрін білеміз. Ал енді бұның шрифтін өзгертуге де болады. Міне. Өзіңізге қолайлы қылып, әдемілеп сәндеп алуыңызға болады. Қазір тағы басқа қандай шрифттер бар? Бәрін білеміз. Мынау цветін ауыстырасыз. Мысалы көк цвет. Оның артына тағы да цвет қоюға болады. Міне сары. Окей. Міне қалған жеріңізге қоюыңызға болады. Және бұған рамкаде қоюға да болады. Қазір көрсетем. Міне. Мысалға осындай қылып рамкілер қоюға болады, жүрекшелер қоюға болады. Тағы әртүрлілер қоюға болады. Сіздермен бірге болған бәрін білеміз каналы. Лайк басып каналға жазыла отырайық. Сау болыңыздар.